ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث. Абзалы үшке бөлген дұрыс болады. Етті үшке бөліп тастаған. Мысалы, қойды алдыңыз, үшке бөлдіңіз, бір бөлігін өзіңіз дәмдейдіңіз, екінші бөлігін тарқатып жібердіңіз, үшінші бөлігін тамақ істеп, қонақтар шақырып жібердіңіз деген дейді. ويتصدق بجلدها. Оның терісін садақа қылып жіберсін дейді. أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت. Немесе өзіңіз пайдалансаңыз болады. Оны сатуға болмайды да, терісін. Өзіңіз кептіріп қойып пайдалансаңыз болады, бір нәрсеге төсеп, жаңа төсеніш ретінде ме, немесе садақа қылып жіберсеңіз болады. Бірақ ана сойған кісіге мынау сенің сойған құныңа терісін беремін деген нәрсе жүрмейді да. Оған сатпау керек. Құрбандықтың еш нәрсесін сатуға болмайды. Оны тек садақа қылсаңыз болады, немесе өзіңіз пайдалансаңыз болады, немесе бір нәрсеге бартыр қылып ауыссаңыз болады, пайдалы нәрсеге де терісін алдыңызда, саған қойдың терісін берейін, сен маған ана затты бер, мен оны пайдаланайын деп та. Басқа ауысуға болады, сатуға болмайды ол жерде, бірақ ақшаға. ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه ولا يشتري به ما لا ينفع به إلا بعد استهلاكه. Yani пайдалы нәрсеге ауысса болады, бас пайдасыз нәрсеге ауысуға болмайды ол нәрсені. Терісі да бұл жердегі мәселе. Көп адам болса терісінен құтыламай қалады ол жылда. Не істеп білмей қалады. Үйіне алып қалайын десе қорқып тұрады жаңа. Ойбай деп алып қалуға болмайтын сияқты еді ғой деп. Сен сойған адамға да бер. Сойған адамға сіз хадия қылып беріп жесеңіз болады оны. Құтыламай жатқан теріңіз болса бекерген де қалады ғой жаңа. Іріп шіріп кетеді ғой. Сізге керек емес, пайдаланамайсыз да ол теріні мысалы. Сондай болса егер, оны беріп жіберіңіз, сыйлап жіберіңіз. Мынау сойған қойып берген қойыңның ақшасы, мынау мен саған сыйлық деп беріп жіберіңіз сол кісіге. Немесе өзіңіз керек болса пайдаланыңыз өзіңіз. Бірақ оны мына қаншалық сатып аласың деуге болмайды терісін. Түсінікті ғой? А? Ол ысырап болады, тастайсаңыз, ысырап болады ол. Сол кептіріп қойсаңызшы. Тоқым қылып бір нәрсеге төсенішке байлансаңыз. Ол мысалы кезінде біздің бабаларымыздың ана арқандары бар ғой, жүннен тоқитынша. Оның пайдасы өте көп та негізі. Ана киіздің, жүннен тоқылған киіздің, оған қара құрт секілді андай бір зиянды жәндіктер жоламайды. Ана арқанды беті тастап қоятын болады, домалақ қылып. Ішінде ұйықтай береді түнде. Ана арқандан бері қарай өтпейді, ана қара құрты бар ма, ана жүн ғой, қойдың жүні. Ол қой оны жақсы көріп жейтін нәрсесі да, қара құртта. Оны жесе семіріп кетеді қой. Сол үшін қойдан қашады қара құрт. Ол шақса өлтіреді ол адамды. Ол нәрсенің сол пайдалары көп болған, жаңа жүннен істелген нәрселердің да. Оны пайдалансаңыз болады деп жатқаным сол. Ана мынау зиян нәрселер жылай бермейді ол жүнге, қойдың жүніне.